Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ әдебиетінен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қорқыт Ата кітабы, Байбөрі баласы Бәмсі Байрақ туралы жыр. Бүгін сюжетмен танысатын боламыз. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарын анықтау. Сабақ мақсаты жырдағы оқиғалар желісін, кейіпкерлердің қарым-қатынасындағы тартысты жыр мазмұнын меңгере отырып анықтайды. Бағалау критерийі әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтайды. Миға шабуыл. Оқушылар, суреттерге назар аударайық. Суреттерден нені көріп тұрмыз және кімді көріп тұрмыз? Бұл суреттердің арасында қандай байланыс бар? Кім біледі? Ойланып көрейікші. Дұрыс айтасыздар. Бірінші суреттегі Қорқыт Ата, яғни қобыз аспабында ойнап отыр. Ал оның астындағы суретте Қорқыт Ата кітабының мұқабасы берілген, яғни сыртқы беті берілген. Ал оң жақ жоғарғы жағында Қорқыт Ата кесенесі берілген. Ол Қызылордада орналасқан. Ал оның астында сахналық қойылымнан үзінді берілген. Қорқыт Атаға арналған спектакльдің суреті берілген. Бұл суреттердің барлығының арасындағы байланыс Қорқыт Атаға байланысты. Олай болса, жаңа сабағымызды бастайық. Ол үшін мына видеороликті мұқият тыңдаңыздар. Қорқыт тарихи тұлға. Ол 8-ші ғасырда сыр бойындағы Жанкент деген қала маңында өмір сүрген ақын, күйші, батыр болған. Алайда оның атымен байланысты аңыздар өте көп. Солардың бірі Қорқыттың желмаяға мініп, халық үшін жер ұйықты іздеуі. Ел, жерді көп шарлаған ол қайда барса да қазылған көрді көреді. Ақыры өлмейтін нәрсе жоқ деген қорытындыға келеді де мәңгілік өмірді өнерден іздейді. Оның Қорқыт сарыны, Қорқыттың күйі деген секілді көптеген күйлері күні бүгінге дейін жеткен. Қорқыттың ақындық өнері де болған. Ол халық аузында айтылып жүрген аңыздарды жинақтап, көрген білгенін өнеге етіп жырлаған. Ұрпақтан ұрпаққа ауызша жеткен бұл жырлар 16-шы ғасырда хатқа түсірілген. Қорқыт Ата кітабы осы күнге дейін 2 түрлі қолжазба нұсқада жеткен. Бірі Германияның Дрезден, екіншісі Италияның Ватикан қалаларында сақталған. Өнері өлмеген данышпан қарт Қорқыттың мазарын ел сан ғасырлар бойы тәу етіп қадірлеген. Қорқыт Ата қорымы қазіргі Қызылорда облысы Қармақшы ауданында. Қорқыт Ата кітабы барлық түркі тектес халықтарға ортақ мұра. Онда түркі тектес халықтардың этникалық құрамына негіз болып қаланған тайпалардың бірі Оғыз тайпасына қатысты оқиғалар баяндалған. Кітап Оғыз тілінде жазылған. Ол 12 жырдан тұрады. Қорқыт Ата кітабын қазақ тіліне аудару зерттеу ісімен Әлкей Марғұлан, Әуелбек Қоңыратбаев, Балтабек Ысқақов секілді ғалымдар айналысқан. Ғалым Немат Келімбетов Қорқыт Ата кітабындағы жырлардың қазақтың Алпамыс, Боз жігіт, Қозы көрпеш, Баян сұлу жырларымен жақындығын талдап көрсеткен. Олай болса, тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма бірнеше қадамнан тұрады. Шығарма бөліктерін оқып, бөліктерге ат қойыңдар. Сынып оқушылары 5 топқа бөлінеміз. Және шығарманың осы бөліктерін оқи отырып, мағынасын түсініп, және оларға ат қоюымыз қажет. Бірінші, Баяндыр ханның тойындағы Байбөрі бектің қайғысы, Оғыз елі бектерінің батасы, Байбыжан мен құдалық, Бәмсі Байрақтың ерлігі, Қорқыт Атаның балаға ат қоюы. Екінші, бектердің аңға шығуы, Байрақтың Бану шешекті кездестіруі, Бану шешектің шартын орындауы, Қорқыт Атаның Қаршарға құда түсуі.
Үшінші, қызыл шекпеннің сыры, Бәмсі Байрақтың гәуірлер қолына тұтқынға түсуі, Байрақтың туыстары, Бану шешектің қайғыруы, Жарташық Суайттың Байрақты өлді деп хабарлауы, Бану шешекке үйленбек болуы, көпестердің Байраққа жолығуы. Төртінші, Бәмсі Байрақтың гәуір қызының көмегімен тұтқыннан босауы, Бәмсі Байрақтың елге оралуы. Бесінші, Қазанбектің бақсының тілегін беруі, Оғыз елінің гәуірлерді жеңіп той жасауы, Қорқыт атаның батасы. Сіздердің оқулықтарыңызда 12-15 беттердің аралығында Қорқыт ата кітабындағы Байбөрі баласы Бәмсі Байрақ туралы жырдан үзінді берілген. Соны оқып танысыңыздар. Екінші тапсырма. Шығармаға сюжетті композициялық талдау жаса. Оқушылар, біз бұрыннан композициялық құрылысы деген кезде оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі және оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі екенін ғана білетін едік. Осы 8-ші сыныпта біз пролог пен эпилог деген ұғымдармен танысамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, пролог оқиға басталмас бұрын айтылған оқиға немесе бір тарихи құбылыс туралы, немесе сол орта туралы қысқаша кіріспес беттес болып келеді. Ал эпилог дегеніміз, яғни әңгіменің соңында, оқиғаның соңында баяндалады, бірнеше уақыттан кейінгі болған жайттар туралы болуы мүмкін. Ал нақты ережесіне тоқталып өтейік. Пролог дегеніміз көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Бұл жырдың кіріспе бөлімі Қам Қағанұлы Баяндыр ханның тойына жиналған бектердің алдындағы Байбөрі бектің перзентке зар болған өкінішінен басталады. Көп тілегі қабыл болып, жылаған Байбөріге Тәңірі ұл береді, ал Бәйбіжанға қыз береді дейді. Байқап тұрғандарыңыздай, бұл Қорқыт ата кітабындағы бұл жыр кімге қатысты? Батырға қатысты, Байбөрі баласы Бәмсі Байрақ туралы жыр, яғни батырлар жырына ұқсас болып келеді. Ал бұл жырдың, бұл кітаптағы Қорқыт ата кітабындағы жырдың прологы, кіріспесі, оның өмірге келуі. Одан ары қарай негізгі оқиғалар басталады. Ал ең соңында эпилог дегеніміз көркем шығарманы қорытындылайтын компонент. Байқасаңыздар, эпилог ретінде олардың той жасауы шығарманың соңғы шешімі болып табылады. Ал Қорқыт атаның берген батасы осы шығарманың эпилогы болып келеді. Келесі 3-ші тапсырма. Бірінші білу деңгейі, бірінші сұрақ. Бәмсі Байрақ туралы жырда не туралы айтылады? Осыған жауап беріңіздерші. Екінші сұрақ. Шығарма кейіпкерлері кімдер? Қандай адамдар? Бізге таныс қандай кейіпкерлер бар және олар кімге ұқсас? Келесі тапсырма күрделене түседі. Түсіну деңгейіндегі бірінші сұрақ. Байбөрі бек неге жылайды? Екінші сұрақ. Байбөрі бек көпестерін қандай мақсатпен сапарға жібереді? Осыны оқулықтан оқып міндетті түрде танысыңыздар. 3-ші талдау деңгейі. Бірінші тапсырма. Бәмсі Байрақты Дерсиханұлы Бұқашпен салыстырыңдар. Дерсиханұлы Бұқаш туралы жыр хрестоматияда берілген. Екінші сұрақ. Мәтіннен аңызға тән қандай ерекшеліктерді байқадыңдар? Қалай ойлайсыңдар? Бұл жыр болғаннан кейін аңызға ұқсас па екен, әлде ұқсас емес пе? Сабағымызды қорытындылау үшін 5 жолды өлең жасайық. Осы Қорқыт ата кітабына қатысты, осы Байбөрі баласы Бәмсі Байрақ туралы жыр туралы 1 зат есім, 2 сын есім, 3 етістік, 2 сөз тіркесі және 1 синонимді жазамыз. Және автор орындығымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Қорқыт ата кітабының маңызын түсіндір. Мен үшін маңызды. Сіз үшін Қорқыт ата кітабы маңызды ма? Не үшін маңызды?
себебін жазыңыздар. Екінші, жастар үшін маңызды. Жастар үшін неліктен маңызды Қорқыт ата кітабының қандай маңызы бар? Үшінші, адамзаттың болашағы үшін маңызы. Осы Қорқыт ата кітабының ғасырлар бойы сақталып келуінің, сонау шет елдегі үлкен кітапханаларда сақталуының қандай маңызы бар? Оның бізге қандай қажеттілігі бар? Қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.